Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәсілдік белгілердің қалыптасуы, нәсілдердің теңдігі. Сабақтың оқу мақсаты нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларын анықтау, нәсілдердің теңдігін дәлелдеу. Адамдардың жер бетіне таралу барысында көптеген адам қауымдастығы пайда болды. Яғни адам популяциясы пайда болды. Бұл топтар бір-бірінен алшақта тұрғандықтан араларында байланыс болмады. Табиғи сұрыптаудың нәтижесінде 3 түрлі нәсіл қалыптасты. Жалпы нәсілдік белгілер нәсілдер тұратын ортаның табиғи жағдайына тәуелді екен. Ауа райының өзгерістеріне тәуелді болады екен. Оған мысал ретінде европоидтық нәсілдерді алатын болсақ, олар жағымды, салқын климатта өмір сүргендіктен, олардың терісі ақ, көздері үлкен болып келеді. Олар Европада, Батыс Азияда және Солтүстік Африкада тұрады. Соңғы 4-5 ғасыр бойы көшіп қонудың әсерінен Солтүстік және Жаңа Зеландияда кеңінен тарады. Ал монғолоидтық нәсіл өкілдерінің кең танаулы, шықтық бетті болып келуі салқын ауаны өкпеге жылытып апаруға көмектеседі. Ал олардың көздерінің қысыңқы болып келуі желді жазық жерлерде өмір сүруге ыңғайланған. Олар орталық және Шығыс Азияда басым орналасқан. Невропоидтық нәсілдердің терісінің қара, шаштарының бұйра болып келуі ыстықтан қорғайды екен. Ал еріндерінің қалыңдығы шөлге төзімді болып келеді. Олар Африкадағы Сахара шөлінің оңтүстігінде басым орналасқан. Француз тілінен алғанда нәсіл терминін ғылымға 1740 жылы Джордж Бюффен енгізді. Нәсіл тұқым қуалайтын сыртқы белгілері ортақ, ұқсас адамдар тобы. Бір аумақта тұратын тілі, діні және мәдениеті бір адамдар тобын этнос деп атайды. Этнос грек тілінен аударғанда топ, тайпа, халық деген мағынаны білдіреді. Дүние жүзінде 200-дей мемлекет болса, әр түрлі ұлттардың саны 3000-4000 шамасында. Қазақстанның өзінде 130-дан астам ұлт пен ұлыс этникалық топ өкілдері өмір сүруде. Біздің мемлекетіміз көп ұлтты және көп конфессиялы, яғни көп дінді мемлекет болып саналады. Елімізде барлық ұлттар бір-бірінің мәдениеті мен тіліне, дініне құрметпен қарайды. Оған дәлел ретінде 1995 жылы алғашқы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен құрылып жұмыс жасап келе жатқан Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Бұл ассамблея жұмысы халықаралық дәрежеде ұлтаралық келісімнің мысалы ретінде бағаланып отыр. Нәсілшілдік ұғымы нәсілдер теңсіздігінен туындайды. Өткен ғасырда америкалықтар үндістер мен қара нәсілдерді құл ретінде ұстаған. Тек 20 ғасырдың екінші жартысында ғана бұл жағдай өзгере бастады. Барлық нәсілдер қандайда бір белгілермен ерекшеленгенімен, ойлау қабілетінің ерекшеліктерімен бірдей болады. Тынық мұхиты аралдарында тұратын халықтарды зерттеген орыс ғалымы Михлуко Маклай жалпы адамзат нәсілдері бірлігі мен туыстығы жөнінен ғылыми қорытындыға келген. Халықтар ынтымақтастығын қолдау мақсатында Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Бұл ұйымға мүше мемлекеттер бір-бірімен достық қарым-қатынас жасау, бір-бірінің құқығына қол сұқпау сияқты тағы басқа келісімшарттарға қол қойған. Қазақстан Республикасы 1992 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының толық құқықты мүшесі.
Ал балалар, нәсілдік белгілерге байланысты бірінші тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада нәсілдерді белгілермен сәйкестендіру. Бірінші кестеде нәсілдер, екінші кестеде суреттері, үшінші кестеде нәсілдердің белгілері берілген, осыларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Ал балалар, екінші тапсырмада мәтінді пайдаланып, кестені толтырыңдар. Бірінші кестеде нәсілдердің аттары, екінші кестеде сыртқы ерекшеліктері, үшінші кестеде қоныстанған аймақтарын жазамыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда өткен сабақтан білетін нәсілдер туралы білімізді тереңдеттік. Нәсілдік белгілердің пайда болуына ғалымдардың дәлелдері бойынша адамдарды қоршаған ортаның табиғи жағдайлары мен климаты әсер еткен. Адамдар өзі өмір сүретін аймақтағы табиғат факторларының әсеріне бейімделген. Соған байланысты біреулері монғолоидтар, келесі европоидтар және негроидтар деп бөлінген. Сыртқы белгілеріне айырмашылық болғанымен, танымдық деңгейлері бірдей және бірдей құқыққа ие екенін білдік. Бүгінгі сабағымызда алған ақпараттар сіздер үшін маңызды деп ойлаймын.